Ораза ұстаған адамның екі үлкен қуанышы бар. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгін біз өте әсерлі, жүрекке жылы тиетін тақырып жайлы сөйлесеміз. Ол ораза ұстаған адамның екі қуанышы туралы. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоның таралуына үлес қосыңыз. Ораза ұстаған адамның қуанышын біліп жүруіне үлес қосыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде былай деген: ораза ұстаған адамның екі қуанышы бар. Біріншісі ауыз ашқан кезде, екіншісі Раббысымен қауышқан кезде. Бұл сөздің ішінде өте үлкен мағына жатыр. Ендеше осы екі қуаныштың мәнін бірге түсініп көрейік. Бірінші қуаныш – ауыз ашқан сәт. Күні бойы ораза ұстаған адам не істейді? Ол таң атқаннан күн батқанға дейін тамақ ішпейді, су ішпейді, нәпсісін тыяды, тілін, көзін, жүрегін сақтайды. Бұл оңай нәрсе емес. Аштықта, шөлде, шаршауда болады. Кейде жүйкең жұқарады, әлсіздік сезіледі. Бірақ адам соның бәріне шыдайды. Неге? Өйткені ол Алланың разылығы үшін сабыр етеді. Сондықтан күн батқан кезде ауыз ашу жай ғана тамақ жеу емес. Бұл үлкен рухани қуаныш. Ол сәтте адам міндетін орындағанына қуанады. Сабыр еткені үшін қуанады. Алланың әмірін орындағанына қуанады. Сол себепті ауыз ашқан кездегі қуаныш ерекше сезім. Бұл қуаныш тек қарын тойғанның қуанышы емес, бұл иманның қуанышы. Неге ауыз ашу сәті ерекше? Себебі сол сәтте адам өзінің жеңісін сезеді. Ол нәпсісін жеңеді. Ол сабыр етті. Ол Алланың бұйрығын орындады. Сол үшін жүректе бір жеңілдік, бір тыныштық пайда болады. Кей адамдар айтады, ауыз ашар алдында ерекше бір рахат сезімі болады дейді. Бұл рухтың қуанышы. Екінші қуаныш – Алламен қауышқан сәт. Бұл ең үлкен қуаныш. Адам бұл дүниеде ораза ұстайды, бірақ оның шынайы сыйын ақыретте көреді. Қиямет күні Аллах тағала ораза ұстаған пендесіне ерекше сый береді. Ораза мен үшін, оның сауабын өзім беремін. Бұл сөздің өзі оразаның қаншалықты қадірлі екенін көрсетеді. Сол күні адам әрбір аштықтың бос кетпегенін көреді. Әрбір сауаптың, әрбір сабырдың сауап болғанын көреді. Әрбір қиындықтың марапатқа айналғанын көреді. Міне бұл нағыз үлкен қуаныш. Неге бұл қуаныш ең үлкен? Өйткені бұл мәңгілік қуаныш. Бұл дүниедегі қуаныштар уақытша. Тамақ жейсің, біраздан кейін қайта ашасың. Су ішесің, қайта шөлдейсің. Бірақ ақыреттегі қуаныш мәңгі. Алла разы болған сәт ең үлкен бақыт. Ораза сабыр мектебі. Ораза адамды тәрбиелейді. Ол сабыр үйретеді, өзін бақылауға үйретеді, нәпсіні жеңуге үйретеді, жүректі жұмсартады. Сол себепті ораза ұстаған адам тек аш жүрмейді. Ол рухани өседі. Оразаның шынайы мәні. Кей адамдар оразаны тек аш жүру деп ойлайды, бірақ шын мәнінде ораза жүрек тәрбиесі. Егер адам жаман сөз айтса, өтірік сөйлесе, біреуді ренжітсе, оның оразасының мәні азаяды. Сондықтан оразаның қуанышын сезіну үшін тілге ие болу керек, жүректі таза ұстау керек, ниетті дұрыстау керек. Қорытынды: құрметті көрермен, ораза тек аштық емес, ораза сабыр, ораза рухани тазалық, ораза Аллаға жақындау. Сол үшін ораза ұстаған адамның ең үлкен қуанышы бар. Біріншісі ауыз ашқан кездегі қуаныш, екіншісі Алламен қауышқан кездегі мәңгілік қуаныш. Алла баршамызға сол екі қуанышқа жетуді нәсіп етсін. Бүгінгі тақырып пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоның таралуына үлес қосыңыз.
ораза ұстаған адамның қуанышын біліп жүруіне үлес қосыңыз.